Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен климаттың негізгі метеорологиялық элементтерінің таралу заңдылықтары туралы айтамыз. Өткен сабақтарда біз жалпы негізгі метеорологиялық элементтерді қарастырған болатынбыз. Енді олардың таралу заңдылықтарын қарастырайық. Сонымен бірінші біз ауа температурасының таралуы туралы айтайық. Ауа температурасы. Жалпы температураны біз термометрмен өлшейміз, оның өлшем бірлігі градус Цельсий екенін естеріңізге салып өтейін. Ал ауа температурасының таралуына бірінші радиациялық жағдай, жер бедерінің ерекшелігі, атмосфералық циркуляция және маусымға сәйкес таралады екен. Өткен сабақта айттық, Қазақстан жеріне үш негізгі ауа массасы әсер етеді деп. Қазақстан жыл бойы континенттік қоңыржай ауа массасында болады екен. Жалпы қыс айларында бізге солтүстіктен арктикалық ауа массасы әсер етеді. Сонымен қаңтардағы орташа температураны солтүстік пен оңтүстікте салыстырайық. Қаңтар айында, яғни қыс кезіндегі орташа температура солтүстікте балалар, ол 18 градус екен, минус 18 градус. Оңтүстікте минус 3 градус Цельсийді құрайды екен. Жалпы Қазақстанда метеорологиялық орталықтарын зерттеу бойынша максималды температура 40-55 градусқа дейін жеткен екен. Яғни ол әрдайым емес, жалпы максималды температура деп айтуға болады. Минус, Ал енді қараңыздар. Ол 1969 жылы, 2011 жылы, 2016 жылдары осындай төменгі температура байқалған екен. Яғни қаңтар айындағы. Ал енді бізде тәуліктік амплитуда деген бар. Яғни белгілі бір аймақтың немесе Қазақстанның орташа тәуліктік амплитудасы. Ал ол дегеніміз не? Ол ең жоғарғы температура мен тәулік ішіндегі ең төменгі температураның айырмасы. Ал енді орташа жылдық амплитуда қалай шығады? Ол ең суық ай мен ең жылы айдың айырмасы. Яғни Қазақстан бойынша ол қаңтар мен шілде айларындағы температураның айырмасы екен. Бұл жылдық орташа амплитуда. Температуралық, осы терминдерді ұмытпайтын боламыз. Ал енді жалпы осы амплитуда ауытқу қалай екен? Бізде Қазақстанда ол 41 градус Цельсийді құраса, оңтүстік жазық аймақтарда ол 37-39, ал Қазақстанның тіпті ең қиыр оңтүстігінде 30-35 градус Цельсийға дейін жетеді екен. Бұл жылдық орташа амплитуда. Яғни температура бізде солтүстіктен оңтүстікке қалай тарайды екен? Көтеріледі екен. Немесе батыстан шығысқа қарай төмендейді деп айтсақ болады. Яғни жаңағы біз айтып жатқан ауа массаларының енуіне байланысты. Немесе өткен сабақтарды еске түсірейік, күн радиациясының таралуына байланысты. Солтүстікте неше килокалория, оңтүстікте неше килокалория екенін температуранда таралуын солай салыстыруға болады екен. Келесі біз тұман және бұлт туралы айтайық. Тұман өткен сабақта біз айтқанбыз, жалпы будың көзге көрінбейтін күйден көрінетін күйге, яғни ұсақ тамшыларға айналып аспанда қалықтауын біз тұман деп қарастырған болатынбыз. Ал бұлттылық дегеніміз не? Тұман және бұлт деп қояйын. Тұманды өткен сабақта қарастырдық, енді бұлтты қарастырайық. Ал бұлт дегеніміз не? Белгілі бір биіктікте шоғырланып тұратын су тамшыларын біз бұлт деп айтамыз екен. Осы бұлтқа қандай ассоциациялар айтсақ? Бұлт тұманға қарағанда биіктікте болады, және ол жерде температурасына қарай су тамшылары бірігеді. Бұлт тропосферада төменгі қабатта, яғни 10 түрін айтуға болады екен. Соның ішінде
бірнеше түрін қарастыруға болады. Мысалы, бірінші будақ бұлт. Оннан астам түрі бар, біз 3 түрін қарастырайық. Будақ бұлт, қабат бұлт және шарбы бұлт. Бұлттың түрлері балалар бұл. Ал енді осы бұлттар несімен ерекшеленеді? Будақ бұлт бұл 800 және 1000 метр биіктікте орналасады екен. Бұдан жазда нөсерлі жаңбыр, қыста қар жауады екен. Қабат бұлт бұл 2 километр биіктіктегі бұлт. Бұл бұлттан біз ақ жауын. Ақ жауын деген білеміз, бірнеше күн тоқтамай жауатын жауынды ақ жауын деп айтамыз. Ал шарбы бұлт балар 6 километрден жоғарыға қарай орналасады екен. Шарбы бұлттан ешқандай жауын шашын түспейді екен. Міне бұлттарды осылай ажыратып алуға болады. Ал енді орналасу биіктігіне қарай қоңыржай белдеуде біз бұлттарды жоғары, орташа, төмен деп бөлеміз екен. Яғни жоғарғы бұлттар 5-13 километр биіктікте, орта бұлттар 2-7 километр биіктікте, ал төмен бұлттар 2 километр биіктікте шоғырланған екен. Бұл сіздердің бұлт туралы білетін ақпараттарыңыз. Келесі тағы бір элементті қарастырайық, ол атмосфералық жауын шашын. Атмосфералық жауын шашын. Ал енді атмосфералық жауын шашынның таралуына не әсер етеді? Біріншіден, атмосфералық циркуляция және жер бедерінің ерекшелігі екен. Жалпы Қазақстанда атмосфералық жауын шашынның мөлшері оңтүстіктен солтүстікке қарай, батыстан шығысқа қарай көбейеді екен. Тағы қайталайым. Яғни мөлшері оңтүстіктен солтүстікке қарай, батыстан шығысқа қарай артады жауын шашынның мөлшері. Жалпы атмосфералық жауын шашынға біз қар, бұршақ, жаңбыр, қылау, қырау, шық деген түрлерін жатқызуға болады. Тау беткейлерінде биіктеген сайын жауын шашын, дұрыс айтасыздар, артады, көбейеді. Немесе Қазақстанда біз зоналар бойынша қарастыратын болсақ, немесе солтүстік бойынша қарастыратын болсақ, орманды дала зонасында ол 300-400 мм, дала зонасында 250 мм, шөлейт және шөл зонасында 200-100 мм-ге дейін түседі екен. Жалпы Қазақстандағы жауын шашынның мөлшері 100 миллиметрден 1600 миллиметр аралығында екен. Ал 100 миллиметр Қазақстанда қайсы аймақтарда түседі? Ол Арал маңында, Балқаш маңында, Қызылқұмның оңтүстік батысында және үстіртінің оңтүстігінде 100 миллиметр немесе одан да аз түсетін аймақ екен. Ал енді таулы аймақтарда, жаңа айттық, тауға биіктеген сайын жауын шашын артады дедік, немесе батыстан шығысқа қарай артады дедік, ал Қазақстанда биік таулардың бәрі шығыста және оңтүстік шығыста орналасқан. 400 және 1600 мм аралығында, ал ең көп түсетін жауын шашын мөлшері ол Алтайдың батыс сілемінде екен. 1500-2000 мм аралығында. Ал метеорологиялық станциялардың зерттеуі бойынша 1979 жылы 4000 мм-ға дейін жауын шашын түскен екен. Бұл Алтайдың батыс сілем. Керісінше балалар, Алтайдың шығыс сілемінде, яғни Зайсан қазан шұңқырында жауын шашын мөлшері өте аз екен. 119-220 мм шамасында ғана түседі екен. Бұл атмосфералық жауын шашынның таралуы. Ал енді ылғалды тек атмосфералық жауын шашын емес, ол әр түрлі жерге әр қалай түседі және ол буланады. Осы жерде біз сіздермен булану деген терминді есімізге түсірейік. Булану судың сұйық күйден газ тәрізді күйге айналуы. Және булануға байланысты буланушылық деген үдеріс жүреді. Яғни ылғал қорының көп булану мүмкіндігімен есептелінетін шама екен. Булану
арал маңында 1000 миллиметрге дейін жетеді екен. Солтүстікте 250 миллиметр, оңтүстікте 100 миллиметр. Тау етегінде 200 миллиметр болса, таулы аймақтарда ол 200-300 миллиметрге дейін жетеді екен. Бұл буланушылықтың көрсеткіштері. Атмосфералық жауын-шашынға біз қарды жатқызуға болады. Яғни қарды біз қар өлшеуіш сырықпен өлшейміз, ол сантиметрлерге бөлінген. Сонымен жалпы қардың жату ұзақтығы қандай? Солтүстікте балалар, қардың жату ұзақтығы 135-167 күн, батыста 73 күн мен 140 күн арасында жатады екен, ал қиыр оңтүстікте 50-80 күн ғана жатады екен. Жалпы максималды қардың қалыңдығы ол Алтай тауында байқалған екен, 3-5 метрге дейін қардың қалыңдығы бар екен. Ал енді қар көп жауған жерлерде қар көшкіні сияқты қолайсыз атмосфералық құбылыстар жүреді. Ол адамның өміріне өте қауіпті құбылысы, әсіресе Алтай, Жетісу Алатау, Іле Алатау сияқты биік тауларда байқалатын қолайсыз атмосфералық құбылыс екен. Сондықтан метеорологиялық станциялар, яғни ауа райын естіп, саяхатқа шығу керек екен. Қар көшкіні деген қолайсыз атмосфералық құбылыста өте көптеген шығындар болады екен. Сондықтан әр уақытта ауа райын тыңдап, сол ауа райымен жүруіміз керек, яғни метеорологиялық станциялардың деректерімен хабардар болуымыз керек. Сонымен бүгін біз сіздермен жалпы метеорологиялық элементтердің таралуын айттық. Яғни ауа температурасының таралуы және оның тәуліктік, жылдық ауытқуы, яғни амплитудасы туралы қарастырдық, бұлттардың түрлерін қарастырдық және жауын-шашынның таралуы, сондай-ақ қар жамылғысы туралы қарастырдық. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бейне жазба астына қалдырып кетіңіздер, міндетті түрде жауап береміз. Мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.